ақ қозы деген бар да, Абайдан ақ қозыға дейін дейді ғой, өзі жаңа Абай жолын өткен кезде. Абайдан ақ қозыға дейін дейді. Әдеби даму тарихында жазушы, драмашы, публицист, зерттеуші, аудармашы, әр қоғам қайраткері Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің алатын орны ерекше. Мұхтар Әуезов ауыз әдебиеті мен классикалық әдебиеттің батыс пен шығыс көркем сөз мұрасының озық дәстүрін жетік меңгерген, қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиетінің реалистік сапасын арттыруға, әдеби тілді байытуға орасан зор еңбек сіңірген 20 ғасырдың ұлы жазушысы. Қазақ болмысын күллі әлемге Абай жолы роман арқылы танытқан Мұхтар Омарханұлы Әуезов биыл 125 жылға толып отыр балалар. Еліміздің әр өңірінде аталып өткен осындай шаралар біздің мектепте де жалғасуда. Оның өмірлік тақырыбы Абай атты бүгінгі танымды сағатымызды сіздерге ұсынамыз. Абай жолы эпопеясы, Абай жолы эпопеясы арқылы қазіргі тарих прозасы үлкен күллі дүниежүзі әдеби классиканың шырқау шыңына шықты. Бұл да аз, әлемнің басқа елдерінде де оған тең келетін шығарма табу қиын. Бұл менің ойымша 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі деген екен француз жазушысы Луи Арагон. Тарихымыз бен әдет, ғұрып, салт дәстүрімізді ұштастыра білген шоқтығы биік шығармалардың бірі Абай жолы романы қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің өзінің осы эпопеясы арқылы 20 ғасырдағы қазақ әдебиетіне үлкен жаңалық әкелді. Кітаптың алғашқы басылымы балалар 1942 жылы, қазір сұрақтар болады. Екінші томы 1947 жылы, ал үшінші және төртінші томдары 1952-1956 жылдар жарық көрді. Бұрын соңды қазақ әдебиеті тарихында орын алынмаған туынды әлемді таң қалдырып, дүниежүзіндегі сарапшылардың тарапынан аса жоғары бағаланды. Қазақтың аса бай, әр көркем тілмен өрнектеліп жазылған бұл шығарма қазақтың бар болмысын барынша ашып көрсетіп, халқымызды барша әлемге танытты. Аталған романның басты кейіпкері қазақтың маңдайына біткен ағартушы ұлы ақын Абай Құнанбайұлы. Әуезовтің ұлттық тілмен көркем суреттей білген, білімді сүйген, әділдікті сүйген Абай бейнесін үлгі тұтар тұлға